Мен қонақжаймын. Менің атым Елена. Менің атым Хасен. Мен сабақтымын. Менің атым Асқар, мен жомартпын. Менің атым Байсал, мен алтынмын. Менің атым Таисия, мен президентпін. Менің атым Максим, мен еңбеккөрмін. Менің атым Айгүл, мен сапаламын. Менің атым Николай, мен қарапайыммын. Менің атым Диана, мен әдептімін. Менің атым Мирала, мен оқытушымын. Менің атым Нина, мен баламын. Менің атым Роман, мен үшіншімін. Менің атым Александр, мен президентпін. Рахмет, керемет. Біздің бойымызда қаншама құнды қасиеттер бар екен. Мен өте қуаныштымын. Естеріңізде болса, біз сіздермен осы 90-да 13-ші тарау Қазақстан Байқоңыр ғарыш тарауын бастаған болатынбыз. Ең бірінші жаңа тақырыпты бастамас бұрын сіздермен өткен үй тапсырмасын есіңізге түсірейік. Ол үшін қазір мен сіздерге QR-код тапсырамын. Сіздер бұл QR-кодты сканерлеу арқылы Бол платформасына өтіп, викториналық сұрақтарға жауап бересіздер. Менің айтқаным түсінікті ма? Жақсы. Бұған мен сіздерге 1,5 минут уақыт беремін. Осы 1,5 минут уақыттың ішінде сіздер викториналық сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Бастаймыз. Ұялы телефондарыңызды алыңыздар, сканерлеріңіздер. Мен өз ұялы телефон арқылы бақылап отырамын. Кімнің қанша сұраққа жауап бергенін. Керемет. Таисия жауап беріпті. Таисия ответила. Ярослав, Хасен, өте жақсы. Рахман, жақсы. Алина, жақсы. Коля, жақсы. Қалғандарымыз. Диана, жақсы. Милана, жақсы. Саша, жақсы. Владислав, жақсы. Керемет, керемет. Тахмина, Зейнеп, жақсы. Керемет. Бәріңіздер өтті. Бәріңіздер сұрақтарға жауап берді. Молодцы. Все ответили на вопросы. Бәріңіздер сұраққа жауап берді. Керемет. Сонымен өткен тақырып есіңізге түсті ғой? Онда біз сіздермен әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз. Қараңыздар, бүгінгі сабақта біз сіздермен нені қарастырады екенбіз? Бүгін біз сіздермен тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінеміз, детальды ақпаратты анықтай алатын боламыз, мәтіндердің жанрлық және стиль ерекшеліктерін сақтап, шағын мақала, пікір, интервью жаза алатын боламыз. Яғни бүгінгі сабақ барысында біз сіздермен әртүрлі тапсырмаларды орындау барысында осындай мақсатты жүзеге асырады екенбіз. Қазір мен сіздерге мынандай
сіздердің мақсаттарыңыз мына суреттерге қарап бүгінгі тақырыбымыздың атауын ашуларыңыз керек. Яғни бүгін біздің тақырыбымыз не туралы болады? Соны мына суреттерге қарап айтасыздар. Суреттерге қараймыз. Қандай тақырып деп ойлайсыздар? Тахмина, сіз қалай ойлайсыз? Мен Қазақстанда Араш әлемімен байланысты Дұрыс, жақсы, иә. Мына жерде міне Қазақстанның картасы бар екен, ғарыштың суреті бар екен, сен Қазақстанды ғарыш әлемімен байланыстырсын. Керемет. Тағы қандай ойларыңыз бар? Ненің суреті бейнеленген? Вероника? Ұшады, иә. Барлық зымырандар ғарышқа осы жерден ұшады. Қай жерден? Как называется бұл? Қай жерден ұшады? Тахмина? Иә, Байқоңырдан ұшады екен. Тағы не көріп тұрмыз? Тағы? Владислав? Тоқтар Бозбакиров, Тоқтар Дүйсенбаев, Қазақстанның алғаш ресейден ашқан ұшқыштар. Дұрыс айтасың, иә. Талғат Мұсабаев, Тоқтар Бозбакиров, Айдын Айымбетовтар қазақтың алғашқы ұшқыштары екен. Сонымен біздің тақырып қандай деп ойлайсыңдар? Әсел? Дұрыс айтасың. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ғарыш туралы екен. Ендеше қазір мен сіздерге жұмыс парағын тапсырамын. Осыған бүгінгі күнді, бүгінгі біздің тақырыбымызды жазамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ғарышты игерген ел деп аталады. Мына жұмыс парағын алыңыздар. Бұнда барлық тапсырмалар сіздерге берілген. Ғарышты игерген ел. Бүгінгі күнді жазамыз. Пишем сегодняшнее число. Бүгінгі күнді жазамыз. Мамырдың 13-і сынып жұмысы тақырыбымыз ғарышты игерген ел. Жазып болса, әдеттегідей біз сіздермен сөздік жұмысын ұйымдастырамыз. Бүгін біз сіздермен сабақ барысында мынандай жаңа сөздермен жұмыс істейміз. Кеңісті, өршіл, бірбеткей, беймәлім, төзімді, рухты. Бұл сөздердің мынандай қазақ тілінде синонимдері бар екен. Кеңісті бұл ашық жер, яғни бос жер. Ашық жер, түсінікті ғой, иә? Өршіл бұл адамның қасиетіне байланысты. Өршіл, яғни алған бетінен қайтпайтын бір бетке адамды айтамыз. Келесі беймәлім, белгісіз. Келесі төзімді, шыдамды, және рухы көтеріңкі, жігерлі деген мағынаны білдіреді. Қане енді осы жаңа сөздермен сөз тіркестерін сөйлем құрап көрейікші. Давайте с этими новыми словами попробуем составить или словосочетание, или предложение. Кім айтады? Мысалдар, сөз тіркесі Мирослав. Қазақ халқы, рухты халық. Керемет. Қазақ халқы, рухты халық. Владислав. Төзімді адам. Төзімді адам. Жақсы, рахман. Тоқтар Аубакиров, Өршіл, Мәңгілік. Тоқтар Аубакиров, Өршіл. Беймәлім тарих, дұрыс. Ғарышкерлер өте төзімді. Керемет, Максим. Беймәлім әлем. Керемет. Сонымен осы Зейнер. Біздің халық, өршіл халық. Керемет. Мағыналары түсінікті ме жаңа сөздердің? Смысл? Сен қанеді? Түсінікті, иә? Иә, Саша? Төзімді адам. Керемет. Төзімді адам. Төзімді ғарышкер. Төзімді сыны болады екен, иә? Керемет. Ендеше біз сөздердің мағынасын сіздермен түсінді. Онда қазір бәріміз мәтінмен жұмыс жасайық. Мәтіннің бір-екі жолын мен оқимын. Первое предложение
Талғат Мұсабаев 309 ғарышкері, Айдын Айымбетов 545 ғарышкері атанды. Енді тізбек бойынша өкілет. Вероника, сізден бастаймыз. Мечтал шить Астан Кремлин, Махамхан, Казах Рашидович, Татар Албекир, Талгат Мусабаев, Айдын Айымбетов, Эйсенбере, Алтын Ерекбек, Калифаевди, Татар Албекир, Калянин, прежде всего, Шахаршеве, Талгат Мусабаев, 546 Айдын Айымбетов, 546 Что топтар болботе әжеде он 22 сағат 13 минут. Талғат Мұсабаев 9 сағат 48 минут. Айдын Айымбетов 20 сағат 13 минут болған. Талғат Мұсабаев 1951 жылы 7 қыркүйекте Алматы облысы Жамбыл ауданының Қарғалы кентіне дүниеге келген. Ол ғарышқа үш рет ұшқан. Ғарышта 1993 жылы, Жүздігімалы күн 1998 жылы. Ол шығы ғарышта бірлігі 30 сағат 8 минут уақытта болып, деністен рекордтар тұтығынан көрді. Айдын Айымбетов 1972 жылы 7 шілде Алматы облысы Талдықорған қаласына қарсы Отинай ауылында дүниеге келген. Айдын Айымбетов Алматы жоғары әскери ұшқыштар училищесін бітірген. 2005 жылы 1 қыркүйекте Алматының финансовый стабилизатор институтс НКСінің халықаралық ғарыш станциясына атанды. Айдын Айымбетов ғарыштан өлтіріліп, өзі зерттеулер жасады. Үш ғарышкерге де ғарыш кеңістігін бірге сіңірген аса зор еңбегі ғарышта ұшып жүзінде көрсеткен батырлығы мен ерлігі үшін халық қаһарманы атағы берілді. Қазақстан ұшу-өту ғарышкерлері болашақта еңбек аспан елімен толық бағындырып, елімізге әйгілі ететініне сеніміміз мол. Керемет, жақсы. Сонымен бұл мәтінде не туралы айтылған екен? Мәтін не туралы? Тым қысқаша мазмұнын айтады. Не түсіндік? Что вы поняли из этого текста? Мәтінде не түсіндік? Көтереміз қолдарыңызды. Афина, сен не түсіндің? Мәтінде алғашқы Қазақстан ғарышкерлер қалай туады, қай жерде дүниеге келген, неше күн ғарышта болған. Керемет. Тағы да кім қосады? Тағы да не білдіңіздер? Мына мәтіннен что вы узнали нового? Не білдік? Тағы не айтылған? Мәтінде не айтылған? Қандай кемемен ұшқан екен? Қай жылы туған екен? Диана, не туралы айтылған? Қазақ ғарышкерлері. Я сен қазақ ғарышкерлер туралы білген екенсің. Керемет. Әсел, сен не білдің? Ғарышкерлердің, мәселен, неше күн ғарышта болғанын туралы білдік пе? Білдік. Содан кейін олардың атағын білдік пе? Қазақ халық қаһарманы атағы берілген екен иә ғарышкерлерге. Осы еңбектері үшін. Мәтін түсінікті ме? Мәтін түсінікті ме? Мәтін түсінікті болса, онда келесі тапсырманы орындайық. Келесі тапсырма бізде топтық болады. Міне, бірінші қатар бізде бірінші топ, екінші қатар екінші топ, үшінші қатар сіздерде үшінші топ. Қараңыздар. Қандай тапсырма орындауымыз керек? Бірінші қатар қараңыздар. Мәтін бойынша, жаңағы оқыған мәтін бойынша мәліметтер кестесін толтырамыз. Міне, кесте. Келесі екінші қатар сіздер мәтін бойынша мәліметтерді сәйкестендіреміз. Және үшінші қатар сіздер мәтін бойынша жоспар құрамыз. Топтық жұмыс, топтық. Қане, ақырын бұлға қоямыз. Насыл қарай болды. Топтық жұмыс. Сіздерге 4 минут уақыт береді. уақыт.
Sizlerde 2 minut vakit kaldı. 2 minut. Тайминг var. Вы готовы? Тайминг var. Evet. Dışta oturağımız. Altımızda karayımız. Sonымен birinci qatar sizlerге мәтін бойынша мәліметтер кестесін толтырасыз. Мына жерде сізде уақыттар берілген, жылдар көрсетілген. Бұл жылдары қандай оқиға болды? Какие события были? Қандай оқиғалар болды? Кім оқиды? Бірінші қатар. Дұрыс. Келесі. Керемет. 1998 жылы Татар Нысанбаевға ішта 208 күн болды. 1975 Айдын Айметов туды. 72-ші жылы Айдын Айметов. 2015 жылы Айдын Айметов Союз президент халықаралық ғарыш станциясына атанды. Керемет. Халықаралық ғарыш станциясына атанды. Жақсы. Бірінші қатар. Келесі екінші қатар. Сіздерде сәйкестендіру мәліметтерді кім оқиды? Оқимыз. Бірінші Тоқтар Аубакыры. Ғарышта болды, иә? Бір С. Солай айтамыз. Келесі. 2А. Жақсы. Әрі қарай. 3Д. Керемет. Әрі қарай. 4Ж. 4Ж. Және 5-ші. 5Е. Керемет. Келесі үшінші қатарда сіздерде жаңағы оқылған мәтін бойынша жоспар құру керек. Қазақ ғарышкерлері. Керемет. Үшінші Айдын Айметов қазақтың үшінші ғарышкері. Жақсы. Қазақтың ойшыл ғарышкерлері. Керемет. Қазақтың ойшыл ғарышкері. Яғни біз мәтін бойынша сіздермен жоспар құрдық. Керемет. Сіздер шаршаған болатын шығарсыздар. Қазір бізде сергіту сәті. Сіздердің алдарыңызда A4 қағаздар. A4 қағаз. Алдарыңызда қағаз аламыз. Сергіту сәті 5 минутта. Қағаз аламыз. Қаламды немесе фломастерді аламыз. Қағазды басымызға қоямыз.
Шаш, я. Ал енді қараймыз. Смотрим, қараймыз. Қалай демалып па? Онда бір өзімізге бұл шоколадты қояйық. Бізде міне мынандай көңілді адамдар шақырған екен. Мұны сақтап қоямыз. Сіздерге ескерткіш болады. Вам на память ескерткіш болады. Керемет. Әрі қарай жалғастырамыз. Келесі тапсырма жалпы сыныпқа. Жекелей орындаймыз. Сіздердің тапсырмаларыңыз мәтіннің стилі мен жанрын анықтайсыздар. Мәтіннің стилі, жанры. Оқыған мәтіннің жазамыз. Bir minut vaqt мәтіннің стилі мен жанры. Оқыған мәтіннің стилі және жанры. Сіздермен өтпеңіз, мәтіннің стильдері мен жанры. Керемет. Сонымен егер дайын болсақ, кім айтады? Біздің мәтіннің стилі қай стильге жатады? Қай стиль? Рахман қандай стиль? Публицистикалық стиль. Рахман дұрыс айтты ма? Рахман дұрыс айтты ма? Бұл мәтіннің жанры стилі публицистикалық. Ал жанр іші? Жанр. Саша? Жанры бұл мақала. Бұл мақала дұрыс па? Әсел, неге тұрды дұрыс па? Керемет. Сонымен бұл біздің оқыған мәтініміздің стилі публицистикалық, ал жанры мақала екен. Керемет. Келесі тапсырма. Мұқият тыңдап алайық. Сіздер не істеулеріңіз керек? Что вы должны сделать? Не істеулеріңіз керек? Қазір біз сіздермен бейнефильм көреміз. Содан кейін әр қатар өз тапсырмаларын орындайды. Яғни сіздердің мақсаттарыңыз әр қатар бейне жазба бойынша бір ғарышкер туралы қызықты мәлімет жазасыздар. Бірінші қатар сіздер тоқтар Әубәкіров туралы жазуларыңыз керек. Екінші қатар Талғат Мұсабаев туралы және үшінші қатар сіздер Айдын Айымбетов туралы мақала жазуларыңыз, қызықты мәлімет жазуларыңыз керек. Қазір бәріміз мұқият бейнефильмге қараймыз. Тыңдаймыз. Ол қаһарман адам қазақ халқының мерейін басына сәтті болып ұшақпен ұшудың жаңа әдісін тәжірибе жүзінде көрсетті. КСРО-да тұңғыш рет егістемесі трамплинмен түскенде төменге құлдылап, теңізге жақындай бергенде есе көтеріп әкелген тоқтар Әубәкіровтың ғажап өнеріне бүкіл әлем көз тікті. Аса қауіпті, ешқандай қатерлікті кешірмейтін осы сынақ ұшу Гиннестің рекордтар кітабына енді. Ал Талғат Мұсабаев әлемнің 309 ғарышкері. Кеңес одағының елу мәрте батыры Ұшқыш Талғат Бегелдиновтың есімі келеді. Жолын табылған ол бір айда 5 рет, яғни 30 сағат 8 минут ғарыш еңсеріне сапарлаған үшін Гиннестің рекордтар кітабына енді. Тағы бір қызық дерек, Талғат Мұсабаев алғашқы ғарыш хирургі белгісінің мәртебесін алған. 2001 жылы ғарышқа бригадтағы америкалық миллионер турист Денис Тито әуе кемесі ішінде басын жарақаттайды. Экипаж командирлігінде қазақ ғарышкері аспан кеңістігінде ұшып жүріп, жарасын тігеді. Оған таңып, осылай
уақыт беріледі. Жаңағы көрген, тыңдаған бейне фильмнен сіздер әрқатар өздеріңізге белгілі ғарышкерлер туралы қызықты ақпарат жазамыз. Топпен жұмыс істейміз. Топпен бірге жұмыс істейміз. Топпен. Vakitlerimiz kaldı. 30 sekund. Oylarınızı jinattığınızda жаңағы көрген, естіген бейне фильмнен әр ұшқыш туралы қызық, әр ғарышкер туралы қызықты мәлімет айтуларыңыз керек. Тыңдайын. Сіздерден бастай берейік. Үшінші қатардан бастаймыз. Үшінші қатарда Айдын Айымбетов туралы қандай қызықты ақпарат білдіңіз? Дұрыс айтасың. Сонымен Тоқтар Әубәкір және Айдын Айымбетов бір күнде, бір айда, яғни 27 шілдеде туған екен. Керемет. Сіздер дайынсыздар ма? Диана? Талғат Мұсабаев туралы қызықты мәлімет. Бір айда безінде ташып ғарыш кеңістігінде болған. Керемет. Дұрыс айтасың. Бір айда 5 рет ашып ғарышта болған екен. Және бірінші қатар Тоқтар Әубәкіров туралы қызықты мәлімет. Суда тұңғыш рет мүйізді экспедицияның континент үстінде төменде көзі денеске жақында бергенде бірден көкке көтеріп әкеткенін бүкіл әлем көрді. керемет. Яғни ник истребительмен төменге құлдилап бірден көтеріліп кеткен екен. Бұл осы үшін бізде Талғат Әубәкіров Гиннестің рекордтар кітабына жазылған екен. Керемет, керемет. Жақсы. Әрі қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Тақтаға назар аударыңыздар.
kaldı. 10 sekund. Sonымен тапсырма ғарышкерге қандай сұрақ қояр едіңіз? Белгілі ғарышкерден интервью алу керек болатын. Кім дайын? Басымызды көтереміз. Тахмина, Зейнеп, оқимыз. Siz kaç yerde okudunuz? Ben Moskva'ya geldim. Qanday muvaffaqiyatlarimiz bor? KSO'ning chiqish qilishga men o'zimni Tunisiyadagi vaziri degan muvaffaqiyatlarim bor. Dağılın düş. Kім дайын? Сіздер де ма? Диамат бөліп оқыңыздар. Талғат аға ғарышкер болып кейін бар. Ремень киім жұмыс. Сізге жұмысыңыз ұнай ма? Я мен, естественно, естественно. Ғарышкер болғысы келетін біздерге қандай кеңес берерсіз? Командир қаласының міндетті түрінде ғарышкер боласыз. Керемет. Сіздер де бірінші қатар бар ма? Оқыңыздар. Керемет. Рахмет. Қалғандарыңыз болсын. Сіздердің жұмыс парақтарыңыздан тексеремін. Қазір енді біздің сабағымызда аяқталуға тамам қалды. Мен сіздерге қазір L-Bank кестесін таратып беремін. Бұл кестеге сай сіздер сабақтың ұнамаған, қызықты шыққан сәттерін белгілейсіздер. Егер сізге тапсырма ұнаса, плюс деген баға. Егер сізге сабақтың белгілі бір кезеңі ұнамаса, минус деген баға. Және осы сабақта қандай қызықты мәлімет болды, соны көрсетіп шығасыздар. 10 секунд уақыт сіздерге. Илмирка, бұны да сосын жинап алам. Келесі біздердің кері байланыс сабағымыздың соңғы нүктесін қоятын біздің сіздерден, яғни аяқталмаған сөйлем әдісін өткіземін. Сіздердің мақсаттарыңыз мына көп нүктенің орнына бүгінгі сабақта не түсіндіңіз, не білдіңіз және неге көзіңізді жеткіздіңіз, соны жазасыздар. 1 минут уақыт. Бүгін сабақта не түсіндіңіз, не білдіңіз, неге көзіңізді жеткіздіңіз? Дайынсыздар ма? Мирослав, сен бүгін сабақта не түсіндің? Бүгін сабақта мен тоқтап ағалакер космонавтпен түсіндім. Керемет. Әсел, бүгін сен не білдің? Мен Қазақстанға келіп, жаңа нәрселер білдім. Керемет. Рахман. Мен ғарышкерлеріміздің ең жақсы екеніне көз жеткіздім. Керемет. Тағы да бар ма? Тахмина. Мен бүгін қазақ ғарышкерлер көп қызықтар қарап білдім. Керемет. Онда күнделіктерімізді аламыз.